Сәлеметсіңдер ме балалар? Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы мөлдір денелер мен материалдар. Бүгінгі сабақта біз қандай материалдар жарық өткізетінін білетін боламыз. Заттардың жарық өткізгіштігін адам қалай пайдаланатынын түсінетін боласың. Экранға назар аударамыз. Балалар тығылыспақ ойнады. Тығылған балалардың қайсысын жылдам тез тауып алады деп ойлайсыңдар балалар? Дұрыс айтасыңдар. Аквариумның арғы жағында тұрған баланы бірден тауып алады деп ойлағандарың өте дұрыс. Себебі аквариум шыны мөлдір ыдыстан жасалған. Сондықтан оны тез тауып алады. Ал неге матаның ар жағында тұрған қызды көрмеді? Себебі балалар, мата мөлдір емес. Ал енді балалар, аквариум шыны ыдыстан жасалады. Сондықтан ол жарықты тез өткізеді. Әрі мөлдір болады. Сондықтан аквариумның ішіндегі балықтар да, басқа заттар да анық көрінеді. Балалар, сендер орманда тығылыспақ ойнап көріп пе едіңдер? Егер ойнаған болсаңдар, қайда тығылуға мүмкіндік болады? Дұрыс айтасыңдар, ағаштың тасасына тығылуға болады. Ағаштың тасасында тығылған жағдайда ол жерден көруге бола ма? Жоқ, дұрыс айтасыңдар, көруге болмайды. Себебі ағаш мөлдір затқа жатпайды екен. Ал енді балалар, келесі суретке назар аударайық. Суреттен сендер лупа, көзілдірік, целлофан, файл, күннен қорғайтын көзілдірік, кітап, стақан, пластикалық стақан, қағаздан стақанды тапсырма зертте. Осылардың қайсысы мөлдір денеге жатады? Сол заттарды мөлдір еместігіне қарай екі топқа бөлейік. Дұрыс айтасыңдар. Бұл жерде көзілдірік, лупа, шыны стақан, целлофан, файл, бұлар мөлдір заттарға жатады екен. Келесі тапсырма зерттеу жұмысы. Бірнеше заттар берілген, сол заттарды мөлдір еместігіне қарай ажыратайық. Кәне балалар, ойланайық. Дұрыс, мөлдір стақан. Жақсы. Дұрыс. Балалар, сендердің де жауаптарың осымен сәйкес келеді деп ойлаймын. Ал енді осы заттарды қолшамның көмегімен қайсысы мөлдір емес екенін анықтаңдар. Келесі суретке назар аударайық. Балалар, суретте океанариум берілген. Океанариумның ішінен не себепті балықтар көрініп тұр? Дұрыс айтасыңдар. Себебі океанариум шишадан, әйнектен жасалынған. Ал енді келесі суретте жылыжай берген. Не себепті жылыжайды полиэтилен пакетпен қоршайды? Себебі полиэтилен целлофандар жарық пен жылуды жақсы өткізеді. Сондықтан оны осы жылыжайға көбірек қолданады. Ал енді балалар, біздің есімізде болсын. Әйнек, хрусталь, полиэтилен, түссіз пластик, таза су және тағы басқа материалдар мөлдір болады, әрі олар жарық өткізеді. Міне, сондықтан да мөлдір материалдардан жасалған ғимараттарда бар. Кейбір ғимараттардың қабырғасын әйнектен салады. Себебі әйнек жарықты жақсы өткізеді.
және әйнектен қаланған ғимараттың ішінен сен айналаны толық бақылай аласың. Міне сондықтан әйнектен тұрғызады. Балалар, сендер білесіңдер ме, әлемдегі ең үлкен шатыр Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан. Ол әйгілі Хан Шатыр ойын-сауық орталығы. Оның шатыры жартылай мөлдір әйнектен жасалған. Ол жарықты жақсы өткізеді. Ал енді балалар, кері байланыс берейік. Егер барлығын жақсы түсіндім десеңдер, жұлдызшаны басыңдар. Сенімді емеспін десеңдер, сары жұлдызшаны көрсетіңдер. Қиналдым десеңдер, қызыл жұлдызшаны көрсетіңдер. Назар қойып тыңдағандарыңа көптен көп рахмет. Қош сау болыңдар балалар.